Сәлеметсіздерме, қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында осындай тәтті дәмді салат жасайтын боламыз. Алдымен маған свекланы суға пісіріп алдым. 2 штук üzüm керек болады. Жаңғақ, грецкий орех, алма керек болады, майонез. Алдыменен қызыл шамды осындай бөліктерге бөліп аламын. Бұны кубиктеп турайтын боламын. 4 бұрыш қылып. Міне осындай көлемде. Бұны енді ыдысымызға саламыз. Енді алмамызды да тура солай кубиктеп 4 бұрыштап турайтын боламыз. Міне, бұл да осындай көлемде. Ұсақта болса тіпті жақсы. Барын біркелкі тураймыз. Қызылшамыздың үстіне салып, ыдысымызға дайындап, бұның үстіне üzümді жуып алдым мен, кішмішті. Ыстық суға бір жуып алдым. Жаңғақты езіп алдым. Енді бұның үстіне майонез құямын. Қалауларыңыз бойынша әркім өзінің. Бұның үстіне йогурт құйсаңыз да болады. Бұның үстіне мен тұз салмаймын. Қызылшаны суға қайнатқанда тұз саламын, содан кейін салмаймын бұлай. Тәтті салат болған үшін. Бұны енді тарелкемізге салып, міне дайын. Бұны кішкене енді әсемдеп жіберейік бетін. Дастарханға қойғанға әдем болып тұру үшін. Шет-шетіне укроптан кішкене сеуіп жібердім. Міне салатым дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап беріңіздер. Балдар жақсы көріп жейді. Витамині көп ішінде. Менің каналымнан қандай рецепттер көргілеріңіз келеді. Пікір қалдырып отырсыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.